Баршаларыңызға сәлем достар. Сіздерге бүгін салт дәстүрдегі әжетханада түкірме деген мағынадағы әңгімемді айтып берсем. Бұл сіздердің пайдаларыңызға жарасын деген мағынада. Шайқи бұрқи бірде іблісті көріп қалады. Әй, малғұн, дейді оған дауыстап. Осы сен адамдарды азғыруды қашан тоқтатасың? Мен өлгенше азғыра беремін. Әлсіздердің иманын алмай қоймаймын. Мен үшін ең қолайлы сәт ол өлім сәті депті. Шайқи бұрқи. Не үшін олай дедің? Пенденің ақтық демі тоқтағанда оны шөл қысады. Бірақ қасындағы ет бауыр жақындары науқастың бұл халінен бейхабар болады. Сол кезде иманды ұрлауға мен келемін. Бір тамшы суға зәру болып, қаталап жатқан бейшараға кесе толы суды көрсетемін. Алла жоқ, пайғамбар жалған деп айтсаң, мына суды беремін деп алдаймын. Егер оның сенімі әлсіз болса, менің дегеніме көнеді. Иманын бір кесе суға айырбастайтын болады. Малғұн, бір кесе таза суды саған кім береді? Деп сұрайды. Менде таза су жоқ. Кеседегі су оның өмір бойы әжетханаға түкірген өз түкірігі. Әжетхана менің үйім болғандықтан, мен оның бәрін жинап сақтаймын. Иманын сатқан сәтте түкірігін бетіне шашып жіберемін, депті шайтан. Шайқи бұрқидың тұла бойы түршігіп кетеді. Содан бастап әжетхана ішінде түкіргеуге болмайды деген тыйым қалыпты. Менің видеом сіздерге пайдалы болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған пайдалы кеңестер бір арнасы.